арқылы белгі береміз, жарай ма? Біз бұл үй тапсырмасын тексеріп бола қоямыз. Я өзімізді бағалау парашютті бағалаймыз. Міндетті түрде алдарындағы бағалаумен барлығы дұрыс болатын болса, 2 балға жұмыстасыңдар. Егер қатесі бар болатын болса, 1 балға қоясыздар. Түсінікті ма? 1 бал. Опай, я. Егер қателіктер болса, қай стоп болды? Олай болса, біз өткен сабақты түйіндеу мақсатында сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ, формалары әртүрлі рационал сандарды бөлуді кім айтады? Айта ғой, бірінші сұрақ. Формалары әртүрлі сандарды бөлу үшін бөлгіштің модуліне бөлу арқылы бөліндінің алдында минустан басын қойып жазамыз. Дұрыс, өте жақсы. Мысалы ретінде бір оқыш көрсетіп бере ма осы топтан? Формалары әртүрлі сандарға мысалы. Келе ғой, саған бір өзің айттың, біздің формасы қош. Бәресе осыда шығып қиын ғой, отырып кел, Даяна, көрсет. Немесе кім көрсете алады? Өткен сабақ келе берейік. Бір мысал, формалары әртүрлі сандарды бөліп орындаймыз. Бөлу. Оксаны бөлсін, я. Дұрыс. Қанша шығар нәтижесі? Дұрыс, алдында терісіміз. Өте жақсы отыра ғой, жарайсың. Әрине оңай мысал, бірақ меңгергеннің өзі. Ал келесі сұраққа жауап береміз. Формалары бірдей сандарды бөлуді кім айта алады? Екінші топ, үшінші топ? Лаура, айта ғой. Рационал сандарды бөлімдері бірдей сандарды. Формалары бірдей сандарды бөлу үшін теріс санды бөліп нәтижесінде минус санасын жоқ, минус емес қой. Кім дұрыстап жібереді? Қалайдан шығады? Өзінің тобында. Теріс санға бөлу үшін бөлгіштің модуліне бөлу қажет. Жақсы. Және нәтижесінде қандай санға тең болады? нәтижесі 10. Жарайсың, нәтижесі 10 сан болады. Ал оларса екінші, үшінші сұрағымыз. Сарды қандай рационал санға бөлуге болмайды? Қандай санға бөлуге болмайды? 0 санға бөлуге болмайды. 0 санға бөлуге болмайды. 0 саны қандай мағына береді? Математикада? Жарайсыңдар. Келесі сұрағымыз. Рационал сандарды көбейтуге кері амалды кім біледі? Кері амал? Рационалға кері амал ол бөлу амал. Дұрыс айтасың, өте жақсы. Барлығымыз білеміз ғой, бөлу амалы. Жақсы, олай болса, жалғастырамыз. Бүгінгі қазір сабаққа қатысқан оқушылар бетер медальдермен бағалаймын. Жақсы, жарайсың деген сияқты, әр тапсырмадан кейін. Теріс неге нелай өтіз? Жарайсың. Жарайсың. Жақсы. Ағайын жағында, Базым. Жарайсың. Олай болса, балалар, мына жерде сандарды ағысқан әріптерді құрастыру сөз құрастырайықшы. Біздің жаңа тақырыбымызды ашып алу үшін. Келіңдер. Кім шығарды? Мына жерде құрастырайықшы. Бірінші топтар. Даниял, келе қош. Біздің жаңа тақырыбымызды ашып алайық. Әріптерді құрастырамыз, иә? Мыналар шешеді. Оны қайда қарамыз? Дұрыс. Көріп отырмыз ғой, иә? Қалғандарымыз дәптерге қандай сөз шығарып түртіп аламыз. Бүгінгі күнді жазыңдар. 18-11-22 жыл рационал сандарды бөлуге есептер шығарды. Жазып қоямыз. Жазып алдық. Рационал өте жақсы. Дұрыс екен. Отыра ғой, Даниял. Келесі кім шығар? Тезірек шығаршы. Кім? Кел, Нұркен. Келе ғой, тезірек. Тезірек шығаршы. Кел. Ал. Бәрі зат салып отырайық. Қандай сан құрастыруға болады? Жоқ, дұрыс па? Біз кеше қандай тақырып өттік? Көбейту? Рационал сандарды бөлу арқылы өттік, иә? Келе ғой, көмектесші дейін.
Енді? Жылжы. Дұрыс па? Көрейік, дұрыс па, дұрыс емес екенін. Жақсы, жазып аламыз, жазып па? Дәптерге түртіп аламыз. Келесі, кім келеді? Кел ағаке. Үшінші топтан ағаке. Жақсы, отправлять берді. Жарайсың, дұрыс. Келесіне кім шығады? Кім шығады? Кел, балыр, келеді. Лаура, келші. Екінші топтан. Қанық бастырма бола ма сөзді? Қандай сөз шығады деп ойлайсыңдар? Иә. Дұрыс айтады. Екінші топтың топ басшысы Нұркен. Ертек сөздерді дұрыс орналастыру керек. Тезірек. Жақсы, жарайсың. Келесіне. Лаура, екі сөз қалды. Бір сөз жазып керек. Кім жазады? Кел, Даяна. Келесіне. Дұрыс, өте жақсы. Келесіне кім шығады? Кел, кім шығады? Данил. Сабыр шықшы. Басқан топ мүшелері белсендірек боламыз, қатысып отырамыз. Тезірек шығарамыз. Қандай сөз шықты мен? Өте жақсы. Сонда бізде қандай сөз шықты? Жалпы сөйлем шықты. Жаңа тақырыптар қандайды? Рационал сандарды бөлік есептер шығарды, иә? Ол бізде жаңа сабақ емес, балалар бізде есептер шығарып болғандықтан біз рационал сандардың тақырыбының мақсаты жазып алынды. Рационал сандарды бөлуді орындау тақырып жазып қойды. Біздің бүгінгі мақсатымыз рационал сандарды бөлуді орындау екен. Тақтаға бір мысал көрсетіп түсіндіріп кетейін сендерге. Бізде техникалық ахуалыңызды видеомыз бар, көрсетілмейді. Мысалы, сол себепті өзім түсіндіріп өтемін. Және ма? Бәрі тақтаға назарымызды саламыз. Мысалы үшін біз кешегіден өткен кезде рационал сандарды бөлуді орындаған кезде қандай бір тапсырмаларды өткен еді, дұрыс па? Минус 36 бөлінген таңбалары әртүрлі болатын болса, қанша болады? Нәтижесі қандай сан шығады? Теріс сан, иә? Таңбалары бірдей болатын болсашы? 10 сан шығады екен, иә? Ал кез келген санды 0-ге бөлген кезде не шығады екен? Ал кез келген санға 0-ді бөлетін болса? 0 шығады екен. Бөлуге кері амал, көбейту амалы, иә? Жақсы, өте жақсы. Олай болса жалғастырамыз. Біз бұл сабақпен таныс болғандықтан оқулықтан, оқулықтардың ашында 519 есепті орындаймыз балалар. Біз әдетте сабақта тақтарын есепте орындап, жұптарын үйде орындайтын едік, иә? Дәл солай бүгінде тақтарын қазір осы жерде орындаймыз, жұптарын үйге аламыз, түсінді ма? Қазір тақтарын орындаймыз, тақтаға бірінші топтан, екінші топтан, үшінші топтан топ басшылары бір оқушыны шығарады. Кім шығарды? Ағаке сен тобыңнан. Бүгін шыға ғой. Даяна сен тобыңнан шығар. Даяна шыға ғой, жарайсың. Нұркен, сен тобыңнан кім шығар? Аяуым. Үш есепті үшеуіміз тақтаға алады, тақтаны өшіре қойып. Сөйтіп шығарамыз. Қалғандарымыз өз орнымызда шығарып отырамыз. Болғаннан кейін қол шапалақтау арқылы белгі билеміз, иә? Жазамыз 549. Жақсы, бәріміз орындап отырмыз ба? Жазамыз.
Dia natin din.
Жарайсың, өте жақсы. Көбейтудің оңай жолы, жақсы. Ал, тезірек боламыз, жақсы. Жасаңыз, бола қойыңдар. Бірінші топ қол шапалақтаймыз. Түсіндіреді. Түсіндіре қой. Мына жаққа былай көрсетіп, ең жақсы
birinchi topdan keldiyin birinchisi, ikkinchisi kıpşalar hepsi doğmuş. İkinci sandalye olsun. Balır, kel, balır. Dayanak sen tomuna kıpşat. Balır, kel, balır. Hatta düşünemiz, orundayız. Kalganlarımız tahtada burun ortalığa ikincisi yapacağım. Orman mı yapalım? Böyle bunu bir komitesi. Başta hatırlı. Acele qanday san chiqadi? Zeyn. Qanday san chiqadi? 8. Mayli 5 chiqadi. Durust aytasiz. Qanday 5 chiqadi? -5 ta. Себебі бұл жерде амалдар кіреттілігін анықтау маңызды. Болды ма? Жақсы. Барлығымыз болдық па? Кішкене күтейік, барлығымыз болмасын. Болдық па? Болдық па,
Олай болса балалар, біз қазір жер бидасын ұялы телефондар бар ма қастарында? Барлығымыз телефонымызды қосамыз, интернетімізді қосайықшы. Интернетімізді қосайық. Жер бидасты ашамыз, Google-ға кіреміз интернетке. Семантикалық карталардың жұрттық жұмыстарын тоқпашыға жинап бердік. Google-ға кіреміз, жер бидасты көреміз. Бұл әдісті біз осы жылы 2021-2023 жылы үйреніп бастады. Сабақтарымызда бір емес, бірнеше рет қайталанғанбыз. Қосыламыз. 2-3-9-5 жазамыз. Жемпит жойынды басамыз. Жойын дейіндегі басамыз. Ашып кіргендер ғана кірсін. Кіре берейік, е? Жақсы. Айтып ба? Жақсы. Көп жазып дейін қырағы емес. Көрмеден кірді. Тағы. Кірдік па? Бес адам тіркеді. Қалғандарымыз кезекті деп тіркеміз. Сенде көрдің ба? Кірді. Оларға атын жаз. Жойдыңыз. Кірдік па? Кірдің ба? Жойын деген басында міндетті түрде екінші тұрған, бірінші тұрған емес. Жетідан бірді. Кірдік па? Не болды бүгін? Кіре алмай бәрі сіз зарестіп тұрған. Бастай береміз, я? Ондар уақыт қатыр қыздар. Болды уақыт қатыр осы барымызбен. Қасымыздағы достарымызға көмектесеміз. Кірген оқушыларға жарай ма? Бір бірімізге көмектесеміз. Бастаймыз. Сендердің қолдарында есептер шықты. Көмектесіп кетіңіз. Жақсы. Көмектесіңдер. Майсер ашма. Көмектес бірге. Бірге көмектес. Әрбір сұраққа 1 минут, 2 минут ойлануға уақыттарың бар. Қанша болады? Онда мен сөзге өтсек қанша болады? Мен сонда мен сөзге өтсек? Қанша шығады? Жақсы. Езелерек боламыз. Жауаптарына қарай бірінші орын, екінші орын, үшінші орын беріліп, медаль беріп. Birinci orunda bizga Nurken, ikkinchi o'rinda Laura, uchinchi o'rinda Abdullah, ya. Yaraysizlar, o'те yaxshi. Bo'lay bo'lsa, hozir biz sizlar bilan birga Google Ba'zismen
телефонда телефон бәрмен істейміз QR кодқа. Апай, Балалар сен неге қараңдар, тақтаға қараңдар. QR код сен көріп тұр ма? Кері байланыстарын жазыңдар. Ұстаздарымыз жасап болады. Кері байланыстарын жазыңдар. Sen Google hakkında kamerası açarız. Google'un da kamerası duralım. Son жерде кіріп, жауап беріп болады. Сендерге сабақ ұнайды ма, ұнамайды ма? апай енді Болады. Бәрі шыққан болса өз ойымызды жазамыз, иә, астына. Иә, кері байланыс. Жазамыз. Отырамыз болады. Шықты ма? Иә, буквалар деген көрінген шығар, сол арқылы кері байланыс жасаймыз. Жасадық па? Оны ашып болғанымызда мен ашамын. Сен кері байланыстан түрлері шығарды. Өте қатты ұнайды дейді. Ары қарай. Сендер жаза бересіңдер, шыға беремін де жаққан жаз. Өз ойыңды. Маған ұнайды дейді. Бізден сұрап тұр. Қазір сіздің көңіл күйіңізді қай сөз көрсетеді? Сабақтан алған әсеріңіз. Мысалы ретінде, мына сабақтан жасаңыздар болады. Керемет, маған ұнады, оншалықты ұнамады, көңіл күйіме шықпады, немесе сабақты жақсы меңгермедім, немесе өте қатты ұнайды. Жазған енді ақпарат жетемін. Жазғаннан кейін, қай сөз деген бастайды. Жаздық па? Бізде не пайда болды, балдар? Болады, иә? Болады. Жақсы. Үйге тапсырма жаңа айтып өттім, иә балдар? Олай болса, бүгін мен бағалы парақшаларын жинап алайын. Осы топтан тезірек бола қоямыз. Жақсы қатысқан оқушылар Зейін және Сабыржан, Даяна, Ағекер, Балнұр, Нұркен. Сендерге жақсы деген, жарайсыңдар деген баға қоямын күнделікті кезекте. Қалған оқушылардың белсенді қатысқандары үшін жақсы, рахмет. Кішкене ұмтылу керек бізде, талпыну керек әр топта. Мына жақтан Мадина деген оқушымыз, мына жақтан Мадина, Мирас және Нұрмұхамед. Жарай ма? Жақсы, үлкен рахмет қатысқандарына. Осылай сабағымыз аяқталды.